Сәлем баршаңызға достар, бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын чебурекінің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа електен өткізген ұнымызды және зәйтүн май, одан кейін тұз қосып жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде зәйтүн май болмаса, сұйық май пайдалансаңыздар болады. ұн мен тұзымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суымызды қосып, қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Суымыз қайнап тұрғандықтан қамыр илеу барысында қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді қамырымыздың бетін жауып демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындаймыз. Ол үшін мен фарш, пияз және қалауымыз бойынша тұз, приправалар пайдаландым. Салмасын фаршпен жасау міндетті емес. Егер де сіздерде фарш болмаған жағдайда картошкамен жасасаңыздар да болады. Фаршқа үкіштен өткізген пияз, паприка, қалауларыңыз бойынша бұрыш, тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. Июі қанған қамырымызды осылай сопақтап алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Арнамда шыққан жаңа видеоны алғашқы болып көретін боласыздар. Қамырларымызды көз мөлшерімен осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ендігі кезекте бөліп алған қамырларымызды жақсылап домалақтап аламыз. Осы қамырдан бірнеше чебурекелер шығады. Мінекей осылай бәрін біркелкі етіп домалақтап аламыз. Біркелкі етіп домалақтап алған қамырларымызды шетінен жаямыз. Қамырымыз тым жұқа, тым қалың болмау қажет. Енді осы қамырымыздың арасына салмамызды салып, вилканың көмегімен жан-жағын қысамыз. Вилкамен жан-жағын қаттырақ басыңқыраймыз, сол кезде қамырларымыздың арасынан салмамыз шығып кетпейтін болады. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жақсылап жайып, арасына салмамызды салып, вилкамен жақсылап бастырып, чебурекелерімізді дайындап аламыз. Ендігі кезекте орташа отта осылай чебурекелерімізді пісіріп аламыз. Алар кезде артық майын сорғытып алып, астына қағаз майлық төсеп, чебурекелерімізді сол майлықтың үстіне қоямыз. Сол кезде артық майын қағаз майлықтарымыз сорып алатын болады. Видеодағыдай екі жағын аудара отырып, чебурекелерімізді орташа отта пісіріп аламыз. Егер де тым қатты отта пісіретін болсаңыздар, ішіндегі салмасы піспей қалуы мүмкін. Ал егер де тым баяу отта пісіретін болсаңыздар, чебурекелеріңіз өте майлы болып кетуі мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіргендеріңіз жөн. Мінекей қарапайым заттардан жасалатын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын керемет чебурекелерді сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.